Merhaba. Bugünkü ilk dersimiz alfabeden başlıyoruz. Yani alfabetten başlayımız. Ya. Türkçe'de 29 harf var. Türk dili alfabesinde 29 harf var. Şimdi tahtaya bakalım. Onlar hangi harfler? A, B, C, C. Yani bu Қазақшадағы, яғни бұл әріп қазақшада негізі біз ж деп айтамыз ғой түріктер, дж, яғни алдына д бар сияқты қылып сөйлейсіздер. Ж. Мысалы, джевиз деген сөзді алсақ, яғни ж қатты айтылады. Джевиз. Джевиз деген жаңғақ. Ч. Яғни мынаның астында сызықшасы бар. Ж-ға ұқсайды, бірақ астында сызықшасы бар. Бұл Ç деген әріп, Ç. Мысалы, çöp, çöp. Çöp дегеніміз қоқыс, мусор деген мағынаны білдіреді. Б, Е. Бұны қателестірмейміз. Бұл қазақшадағы Е әрпі емес, оған ұқсамайды айтылуы. Экскаватор дегендегі оқылуы солай, Мысалы, elma. Elma, елма емес, elma. F, G. Yumuşak G. Бұл әріп сөзде кездескен кезде оқылмайды, тек қана алдындағы әріпке екпін беріп, ұзатып оқылу мақсатында жазылады. Мысалы, мынау сөз ağaç деп оқылады. Яғни А әрпін кішкене ұзатып, ağaç деп оқимыз. Х. Бұл әріптің ерекшелігі, бұл қазақшадағы Х-ға ұқсайды, бірақ өте жай айтылады, өте жеңіл айтылады. Х деп оқымаймыз, Х жеңіл келеді. Хабер, мысалы. Хабер деп жазатынбыз. Хабер. Мынау И. Үстінде нүктесі бар болса, бұл И болып оқылады. Мысалы, ине. Ине деген сөз кәдімгі біздегі ине тиетін. Ине. Бірақ юмушак Г болғандықтан кішкене ұзатылып айтылады. Ине. Келесі әріп Ы. Кәдімгі біздің қазақшадағы Ы. Үстінде нүкте жоқ. Шатастырмаймыз. Мынаның үстінде нүкте бар, мынада нүкте жоқ. Мысалы, насылсын деген сөзді алсақ, насылсын. Қалың қалай. Үстінде нүктесіз, яғни Ы болып оқылады. Насилсен емес, насылсын. Бұл Ж. Бұл әріп көбінесе басқа француз тілінен мысалы көбіне енген сөздерде кездеседі. Француз тілінен енген мысалы жандарма, жимнастик деген сияқты сөздерде кездеседі. Яғни өте ақырын Ж деп қана оқылады, айтылады. К. Сосын байқасаңыздар, кішкентай К-ні жазған кезде бұлай жазады. Яғни үсті ұзын болып жазылады. Бұл кәдімгі К. Мысалы, колтук, яғни кресло, немесе аяқ-қабы дегендегі сияқты К. Л. М. Не. О. Ö. Бұл кәдімгі біздің қазақшадағы Ö сияқты, мысалы, өмір, яғни біздегі өмір, бұл түркіде не? Өмір. П, Р, С, Ш. Мынау тура С сияқты жазылады, бірақ аяқ жағында, мысалы, бұлай жазсаңыз да болады, аст жағында мынандай сызықшасы бар. Бұл Ш деген әріп, мысалы, шехир, яғни қала, шехир. П, У, Ү. Мынау Ү. Қазақшадағы Ү әрпіне ұқсайды, мысалы, үтү, яғни үтік деген сөз. Біздегі үтік, түрікшеде үтү. В, Е. Мынау Е деген әріп
Biz окулуу кичине биздин кадимги казакчадагы е арпине ұқсайды. Мысалы, бұған мысал келтіретін болсақ, емек и болып оқылады, емек. Мысалы, бұл әріптен кейін а әрпі тұруы мүмкін. Мысалы, мынандай әріп тұрса, бұл жерде яка болып оқылады. Яғни, бұл әріп көбіне сөздің алдында и болып келеді. Өзінен кейін тұрған әріптің алдында, мысалы, а тұрса, я болып кетеді, е тұрса, е болып кетеді. Мысалы, екамак, жу деген сөзді алса, е болып оқылып кетеді. Және ең соңғы әріп зе. Мысалы, зор, қиын деген, немесе зехир, у деген мағынада. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Benim adım İnkar. Dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz, bugünkü taqribimiz yani, bugünkü konumuz tanışma, selamlaşma. Tanışma yani tanısı, selamlaşma, сәлемдесу. Енді қараңыздар, түркшеде ең көп барлығымыз білетін сәлемдесудің түрі ол merhaba. Х әріпі өте баяу оқылғандықтан, бұл әріп көп адамдар бұл әріпті айтпай кетеді, яғни merhaba деп айта береді. Бірақ жазған кезде merhaba деп жазылады. Merhaba сөзін, яғни merhaba сәлемдесуін кез келген адамға айта алады. Үлкен кішіге, кіші үлкенге барлығы қолдана алады. Енді тағы да бір сөз, ол селам. Қазақшада да біз қолданамыз сәлем деп. Селам сөзін көбіне жаңағы жастар айтады, немесе бір-бірімен жасты, құрбы, құрдастар арасында айтылады. Merhaba, selam. Nasılsın? Biliyoruz değil mi? Nasılsın demek? Kalın kalay degende bildirеді. Nasılsın? İyiyim. Yani ben iyiyim. Çok güzel, iyiyim. Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani rahmet деген сөз. Yani teşekkür ederimнің тағы да бір синоним сөзі ол sağ ol. Yani бұл сөз өте көп кездеседі, түріктер өте жиі қолданады. Sağ ol. Yani тура баламасын айтатын болсақ, сау бол деген сөз. Yani денсаулығың жақсы болсын, аман бол деген мағынаны білдіреді. Sağ ol. Sen nasılsın? Мысалы, сізден біреу насылсың деп сұраған кезде, сіз оған iyiyim, sen nasılsın деп жауап бересіз. Sen nasılsın? Ben, ол адам не дейді? Ben de iyiyim. Yani ben de iyiyim, sağ ol. Senin adın ne? Түркістер, мысалы, біз қазақшада байқасаңыздар, атың кім деп сұраймыз, есімің кім? Бірақ түркшеде кім емес, не деген сөз қолданады, өйткені, яғни атқа қойылып тұр деп есептейді олар. Атты зат есім деп айтады. Senin adın ne? Атың не, яғни атың қандай? Benim adım İnkar. Çok memnun oldum. Yani өте қуаныштымын. Ben de memnun oldum деп жауап берсеңіздер болады.